Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіз. Бүгін біз көрісу күні, амал күні жайлы айтатын боламыз. 14 наурыз бұл көрісу күні, басқаша амал күні деп те атайды. Қазақ халқы қыстан аман есен шыққанына қуанып бір-бірімен амандасады. Үлкендер қос қолын беріп амандасып шығады. Бір-біріне бір жасыңмен, бір жасқа есеюмен, осы жылға аман есен жетумен деп құшақтасып, жылы лебіздерін білдіреді. Осы мерекеге орай оқу орны қызметкерлері амал келді, жыл келді атты көрісу мейрамын ұйымдастырады. Іс-шараның мақсаты жас ұрпақты қазағымыздың салт-дәстүрлерінің бірі Наурыз мерекесінің ерекшелігімен таныстыру және үлкенге құрмет, кішіге қызмет көрсетуге, сыйластыққа баулу. Халқымыздың салт-дәстүрлерін қастерлеуге, оларды сақтауға тәрбиелеу. Құрметті қазақ елі, сіздерді амал мерекесімен, көрісу күнімен құттықтаймыз. Бәрімізге бақыт тілейміз. Наурыз жақсылықтың бастамасы болсын. Еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын. Бағамыз есімізге берсін.